Сәлем қыздар, өте жұмсақ және де дәмді болып шығатын булочкидің рецептісін ұсынамын. Алдымен таза ыдысымызға жылы сүт, жылы су құямыз, дәміне қарай аз ғана тұз, шекер және де құрғақ дрожж салып, жақсылап келікті етіп араластырып аламыз. Содан соң 2 жұмыртқа және де бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Одан соң електен өткізілген ұнымызды саламыз. Булочкиміз әдемі болып көтерілу үшін жарты шай қасық қамыр қосып салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 40 минутқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріледі. Көтерілген қамырды кішкентай бөліктерге бөлеміз. Әр бөлікті шамамен 70-75 граммнан өлшеп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен бөліп алдым. Және де осы бөлінген қамырды ұн сеуіп, видеодағыдай орташа жұқалықты жайып, кесіп, булочкидің формасын шығарамыз. Барлық қамырымыздан осылай булочкидің формасын шығарып аламыз. Және де печкені міндетті түрде алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қойыңыздар. Қызып тұрған печкеде 180 градуста 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Барлық булочкилерді жасап болғаннан соң арнайы печкеміздің формасына салып, бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Рецептін сақтап алып жасап көріңіздер. Ас болсын.